Жалпы электронды сауданың басталуы бұл алғашқы этабы ғана. Әлемде мынандай бір нәрсе бар, тенденция, яғни тауарлардың, заказдардың ұсақталуы. Заказдардың ұсақталуы деген не деген сөз? Яғни бұрын әлемдік алпауыт 500 компания контейнерлермен бүкіл әлемнің саудасын жүргізсе, енді ондай болмайды. Кез келген сатушы, мысалы, бүкіл әлемге сата алады. Кез келген адам бүкіл әлемнің жер-жерінен ала алатын жағдайға өтеді. Осы барыста ортадағы логистика не тасиды? Посылкалар тасиды. Контейнерлерде емес, контейнерге толған бір түрлі заттарды емес, бір КАМАЗға толған неше 10 мың, 20 мың түрлі заттар тасиды. Яғни бизнес бұл жерде контейнермен емес, посылкалармен, ұсақ-ұсақ сәлемдемелермен жүреді. Бұл алғашқы этап басталып кетті. Осыдан 5 жыл бұрын Қазақстанда оптым жүктердің салыстырмасы 90% иеленсе, осы биылғы жылы 70% Қазақстанға кіретін тауардың 70% посылкамен жүріп жатыр. Яғни ұсақ тауармен жүріп жатыр. Маркетплейстерден, e-коммерциялық маркетплейстен келген тауарлармен болып жатыр. Бұл соның дәлелі. Бұл басы ғана. Ал соңы не болады? Бүкіл әлем, біз енді Қытайдан қазір кіргізіп жатырмыз. Бүкіл әлемнен кез келген нәрсеңізді бір штук болса да кез келген жерде отырып алдыратын деңгей. Яғни сіз бенен ненің арасында, заводтың арасында, тіке сатушының арасында логистикалық компания және бір приложение тұрады. Яғни сіз ең арзан бағамен сөйтіп ала аласыз әлемнің кез келген нәрсесін. Сонда электронды коммерциялық, яғни бағыттың мақсаты соңғы клиентке тіке сатушыдан тауар алып беру. Соңы солай барады, яғни сіз отырасыз да әлемнің кез келген жерінен қалаған нәрсеңізді бір штук болса да өзіңізге алдырасыз.